екіншісі мынандай ойыншық. Қазір қыс мезгілі болғандықтан және жақында жаңа жыл мейрамы өткендіктен біздің үйде осындай әдемі ойыншық пайда болды. Бұл ақ қала. Әр жерлерде, әр елде бұны әртүрлі атайды. Кішкентай кезімізде біз осындай ақ қалаларды қардан жасайтынбыз. Ал мынау ойыншық ақ қала. Бұның жасалған материалы өте жұмсақ, пластмасс материал. Балқытылған материалды пластмассты осындай қалыпқа келтірген екен. Дыбысы мынандай. Сыртынан қараған кезде бұл әйнек сияқты көрінеді екен. Басында әдемі қалпағы бар. Мұрынын сәбізден жасаған. Мойнына жарықты дәлген. Көздері бар. Әдемі екі қызыл гүлі бар. Қолдарында жасапты. Мінекей. Дыбысын тыңдап көріңіздер. Онымен қоймай, бұл ойыншықтың тағы бір ерекшелігі бар. Ол мінекей мынандай. Түстер жанады. Сіздерге көрінеді ма? Түрлі түсті болып жанады. Қызыл, көк, сары, жасыл болып жанады. Мінекей осындай ақ қала. Келесі затымыз. Ол мынандай аяз ата. Бұл аяз атаның сырты жылтыр қағаз. Бұны да шашаға іліп қоюға болады екен. Бірақ іші оның шоколад конфет. Аяз атаның аппақ сақалы бар. Қағазы сондай жылтылдайды. Дыбысын естіп көріңіздер.
Nasıl dәмін көрейік. Sütlü şokolad. Мынау қуыс. Өте дәмді шоколад. Бір бастасаң тоқтай алмай қалады екенсің. Менің телефоным қызып кетті, сондықтан оның жарығы сөніп қалды. Шынымен де шоколад өте дәмді екен. Сіздерге көрінеді ма? Рошен фирмасының кондитерлік фабрикасының шыққан шоколад екен. Өте дәмді. Осымен түсіріліміміз аяқталды.